радикализмге барғанда бірнеше себептер бар. Оның бірі мынау әлеуметтік жағынан нашар болса, тұрмыстық жағынан. Екіншісі адамның интеллектуалдық психологиялық ерекшеліктері бар. Үшіншісі жоғарғы оқу орындарын бітірмегендер бар, сауатсыз жалпы, фундаменталдық пәндерде. Төртіншісі негізгі мәселе деп ойлаймыз біз. Бұл генезистік фактор, бұл діни фактор. Себебі соғысқа кеткендерді, соғыс алаңдарында, Сирия, Ирак болсын, көптеген елдерден кетіп отыр ғой. Мысалы, батыста бар, шығысында бар, Европаның елдерден. Соның әлеуметтік портретін зерттейтін болсақ, ол кетіп жатқан азаматтардың ішінде жоғарғы оқу орындарын бітіргендер де бар. Жақсы әлеуметтік жағдайлар да бар. Мысалы, бұл мемлекеттерде тұрып жатқан кәдімгі мемлекеттік қызметкерлер де бар оның ішінде. Мысалы, Тәжікстаннан кеткен Гүлмұрат Халилов деген Аманды басқарған. Ол ФБР-ді, ФСБ-ді бітірген адам екен, соның академиясында бітірген. Өздеріңізге мәлім, былтыр мынау МГУ-дің 3-ші курсында оқитын Варвара Каролова деген адамдар кетті. Демек, себептер өте көп. Бірақ осы себептердің негізгі генезистік фактор себебі бар, ол діни мәселе. Кім діни мәселеде бірінші барып таныстырады адамды, ол тұлға сол таныстырған адамның тобына кіреді. Бұл ащы ақиқат. Енді елбасымыз жалпы діни мәселелерді кімнен алу керек деген не туындайды, бізде сұрақ туындайды. Елбасымыз айтты, Қазақстан бойынша жалғыз ғана дәстүрлі құрылым ханафи басқармасында, ол Қазақстан мұсылмандары басқармасы. Сол Қазақстан мұсылмандары басқармасында интеллектуалдық элита бар. Әлемдегі фундаменталды ислам университеттерін бітірген. Сол бауырларымыздың шығарған фатуаларымен, бірізділікпен біз жүретін болсақ, онда біз адаспаймыз. Ал егер көрінген шетелдегі келіп біздің Қазақстанның жастар арасында қатты ықпал етіп жатқан діни санасына адамдар тыңдайтын болса, ол әлбетте бізге үлкен қатер әкеледі.